О, міне, дайын болып қалған сияқты. Бұны қайда қойсам екен? Таптым. Оны мына жерге орнатқаным дұрыс болады. Тамаша! Қандай керемет! Дәл мен ойлағандай болды. Жарайсың, балапан. Жүгіреміз, секіреміз, пайдасын да білеміз. Жаттығуды жасаймыз, шымыр болар денеміз. Жүгіреміз, секіреміз, пайдасын да білеміз. Жаттығуды жасаймыз, шымыр болар денеміз. Сәлем, балапан. Сәлем. Көңілдісің ғой өзің? Мәссаған, қараңдар, қандай керемет ойыншық. Балапан, сен бізге айтпай, жаңа ойыншығыңмен өзің ойнап жүрсің бе? Жоқ, мен оны жаңа ғана жасап болдым. Сендерге міндетті түрде көрсететін едім. Рас айтасың ба? Шынымен өзің жасадың ба? Әрине, балапанның неге қуанып тұрғаны белгілі болды. Жарайсың, балапан. Иә, тапқыр екенсің. Жарайсың. Балапан тапқыр, балапан тапқыр. Оқимыз сабақты, ақтау үшін үміттің. Анамыздың ардақты, ақылды біз боламыз. Өсті бойымыз, өсті ойымыз. Өсті міне бойымыз, өсті ойымыз. Ля, 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 ля. Ту, кім тиісті? Ешкім тиіскен жоқ. Онда неге өшіп қалды? Қызық, не болды екен? Білмеймін. Мүмкін күй табақ сынып қалған шығар. Бірақ оған ешкім тиіскен жоқ қой. Жоқ, бәрі дұрыс. Күй табақ сынбаған. Демек электр қуаты таусылып қалды. Электр қуаты дейсің бе? Енді не істейміз? Өкінішті, сондай жақсы билеп жатыр едік. Иә, электр қуатын біреуден сұрап ала тұрайық. Менің билегім келіп тұр. Құлыншақ дұрыс айтады. Тездетіп электр қуатын табу керек. Бірақ оны кімнен сұраймыз? Таптым, оны ұлыдан сұрау керек. Қошаққан мен келсем, жүріңдер, ұлыдан сұрап көрейік. Достармен бірге ойнаймыз, әдісті бірге бастаймыз. Достар барда әрдайым қиындықтан қашпаймыз. Сәлеметсіз бе, ұлу? Сәлеметсіңдер ме, балалар? Иә, қандай мәселемен келдіңдер? Не ғой, әлгі бізге біраз электр қуатын бере аласыз ба? Біраз электр қуаты дейсің бе? Иә, жап-жақсы билеп жатыр едік. Электр қуаты бітіп қалып, күй табақ өшіп қалды. Түсінікті, бірақ мен сендерге электр қуатын бере алмаймын. Неге?
аз ғана бере алмайсыз ба? Балалар, мен сендерге электр қуатын неге бере алмайтынымды айтайын. Мұқият тыңдаңдар. Электр қуатын жанармай жағу арқылы электр бекеттерінде өндіреді. Электр қуатын бұл жолмен өндіру жолы табиғатты ластайды. Сондықтан электр қуатын өндірудің балама жолын қолдануға болады. Яғни, электр қуатын күннен, желден, судан да алады. Өндірістің бұл түрі табиғатқа еш зиянын тигізбейді және таусылып қалмайды. Демек, электр қуаты таусылмайды ғой. Ботақан дұрыс түсінді. Онда күйтабақ неге қосылмай тұр? Оның басқа себебі болуы мүмкін. Мысалы, электр қуаты өтетін сымда ақау болған жағдайда қуат көзі өшіп қалады. Маған бір ой келді. Қандай? Оны қазір көресің. Ұлу, сізге көп рахмет. Жүріңдер, мүмкін балапанға көмегіміз керек шығар. Алақай, балапан электр қуатын іске қосты. Жарайсың, балапан. Балапан, сен оны қалай іске қостың? Бұл жай ғана желмен өндірілетін қуат көзі. Яғни жел соққан кезде мына қалақшалар айналып, сымның бойымен электр қуат жүреді. Бар болғаны осы. Керемет! Қандай тапқырлық! Мә, енді күйтабақ іске қосыла ма? Әрине, енді биді жалғастыруға болады. Алақай, би билейтін болдық. Ихо! Балапан, сен өте ақылдысың. Иә, мына ойыншықты да сен ойлап таптың. Енді электр қуатын іске қостың. Мен сендей досымның болғанына қуанамын. Рахмет, достар, мені ұялтып жібердіңдер. Жүріңдер, одан да биімізді жалғастырайық. Балапан, сен мақтауға лайықсың. Ал би билеуге мен қарсы емеспін. Ихо!